Шебердің өсиеті. Шебер қарындашты қорапқа салмас бұрын, оны жанына қойып, сені әлемге аттандырмай тұрып, сен білуге тиіс 5 қағида бар дейді. Әрқашан есіңде ұста және ұмытпа. Сен сонда ең жақсы қарындаш атанасың. Біріншіден, сен өзіңді біреудің қолында ұстауға рұқсат етсең ғана көптеген істер жасай аласың. Екіншіден, сен уақыт өткен сайын ұштаған кезде жаның ауырып, қиналасың, бірақ бұл жақсы қарындаш болуың үшін қажет. Үшіншіден, өзің жіберген қателеріңді түзеп отыруға қабілеттісің. Төртіншіден, сенің ең маңызды бөлігің сенің ішіңде орналасады. Бесіншіден, кез келген тегіс жерде өз ізіңді қалдыруға тиіссің. Қандай жағдайда болғаныңа қарамастан, сен жазуыңды жалғастыруың керек. Ең бастысы барлығын махаббатпен қабылдап, қайтаруың керек. Қарындаш бәрін түсініп есте сақтауға уәде берді және қорапқа жүрек қалауымен орналастырылды. Қалай ойлайсың, бұл әңгімеде шебер қарындашқа қандай ақыл айтты? Осы 5 қағиданы адамға арнауға бола ма? Әрқайсының мәнін түсіндіріп көріңіз.